5 жылдық тәжірибесі бар ағылшын тілі ұстазы. Қазір көп кісілер қорқып жатыр мысалы. Мотивация жетпей жатады. Есімдіктер үйретеді. Тіл үйрену мәдениетін дамыту үшін не істеу керек деп ойлайсыз? Ағылшын тілін үйренуді жылдамдататын ең тиімді тәсілдерді айта аласыз ба? Кітап жазу қиын негізі. Қайырлы күн, құрметті көрермен, сіздермен Дәулеттен КЗ журналисі Ұлжан. Және бүгін бізбен бірге полиглот, Назарбаев университетінің түлегі, 5 жылдық тәжірибесі бар ағылшын тілі ұстазы. Қазақ тілінде алғаш рет ағылшын тілін үйренуге арналған платформа құрған, бірнеше кітаптың авторы, қазіргі таңда қазақ тілінде алғаш рет ағылшын тілін үйренуге арналған қосымша құрап жатқан Ақжол мырза, қош келдіңіз. Саламатсыз ба, қош көрдік. Жаңа айтып өткендей, сіз алғаш рет Қазақстанда қазақ тілінде ағылшын тілін үйренуге арналған платформа құрдыңыз. Бұндай идея сізге қалай келді? Және идеяны іске асыруда қандай қиындықтарға тап болдыңыз? Алдымен біріншіден баршаңызға сәлем. Осындай сұхбатқа шақырып, елеуске жатқандарыңызға көп рахмет. Жалпы осы ағылшын тілі саласында жүргеніме уже 4 жылдай уақыттың жүзі болып қапты. Осы 4 жыл бойы мен өзім жеке блогым жүргіземін. 2 аккаунтым болған. Общее число бүкіл интернетте почти 400 мыңдай оқырманым бар. Жалпы сол оқырмандармен жұмыс жасау барысында сондай спросты байқадық. До этого біз осындай учебниктер шығардық. Учебниктер өте қатты сұранысқа ие болды. Және де одан кейін біз уже аудиториямен жұмыс жасау барысында приложение керек екенін байқадық. Өйткені көп кісі маған личкама жазып сұрайды, приложение бар ма? Қандай приложение ұсынасыз деген сияқты ше. Сөйтіп байқап қарасам, көп приложениелер немесе ағылшын тілінде, немесе орыс тілінде, немесе қытай тілінде. Сосын ойладым, не үшін қазақтың өзінің сондай бір приложениесі болмасқа деп. Сөйтіп нақты қолданысқа пайдалы болатын, нақты адамдардың бойын жабатын бағыттағы приложение создавать етіп жатырмыз. Қазір біріншіден сөз жаттауға арналған, яғни сөздік қорды арттыруға, екіншіден грамматикалық ережелерді жеңіл әрі геймификация қосып, яғни скучный емес, кәдімгідей қызықты ойындар қосып деген сияқты сондай форматта жүретін приложение жасап жатырмыз. Жалпы приложениені жасау барысында өте көп қиыншылықтар болады. Біріншіден техникалық қиындықтар, яғни оның бар кодтар болады. Біз ең басында HTML кодтар арқылы сайтқа сол приложениелерді қондыру арқылы, яғни MVP запуск жасап көріп жаттық. Бірінші запустарымыз өте сәтті болды, адамдарға прям қатты ұнады, отзывтар күшті болды, яғни бұндай нәрсе ешқайда жоқ, рахмет сіздерге деп, андай көп кісілер личкаға жазады, үлкен кісілер особенно андай жарайсың, балам, молодец деген кезде кәдімгідей шабыттанып, қанаттанып қаласың. Хотя ол приложение жасау деген қаншама ұйқысыз түн, қаншама еңбек, қаншама стресс, андай. Мен өзім негізі мамандығым инженер-строитель, просто ағылшын тіл саласында жүргеніме 4 жыл болған демесек, вообще код жазудан хабарым жоқ, бірақ қазір енді современный инструменттердің барлығын қолдану арқылы барынша жұмысымызды жеңілдетуге, жұмысымызды продуктивный қылуға тырысып жатырмыз. Техника бірінші қиындық ол техникалық қиындық, екіншіден сенімсіздік болады да, қалай болады екен, жасап болған соң спросқа нақты ие бола ма, болмай ма. Өйткені как-никак қазір капиталистік заман ғой, конкуренттарымыз өте көп, тем более андай үлкен гиганттар бар қасымызда, мысалы Duolingo деген сияқты, Eva English деген сияқты сондай приложениелер бар. Олармен конкуренцияға шыдай аламыз ба деген сияқты. Бірақ десе де тәуекел, өзіміздің қазақтың бір сондай бір приложениесі болған ешқандай артықшылық етпейді. Даже если аз бөлім адамға біз өзіміздің пайдамызды тигізе алсақ, оның өзі бізге үлкен жетістік деп ойлаймын өзім. Жаңа өзіңіз атап өткенде, сіз платформадан бұрын кітапты жазып шығардыңыз. Кітапты жазуға қайдан идея алдыңыз, және қандай ерекшеліктерді ескердіңіз осы кітап жазуда? Жалпы өзім негізі бәріміз енді ағылшын тілін туа салып сөйлеп кеткен жоқпыз ғой. Барлығымыз сол бір процесстен өтеміз, ағылшын тілін үйренеміз, қиналамыз, ресурстар таппаймыз деген сияқты. Мен де тура сондай процессті басымнан кешірдім. Мен Назарбаев университетіне дайындалу кезінде маған ағылшын тілін үйрену керек болды. Сол кезде енді біздің заманымызда 2015 жылдар осыдан примерно 10 жыл бұрын ондай бір қатты көп интернеттегі тегін ресурстар жоқ еді. Барлығымыз курсқа баратынбыз. Интернетте бар ресурстардың өзі шет тілдерінде болды да. Сол кезде мен қатты қиналатынмын, не үшін бізде өзімізде сондай бір жүйелі оқулық жоқ, не үшін сондай бір жақсы жазылған оқулықтар болмайды деген сияқты ше. Сондай бір ой келіп жүретін басыма. Сосын Назарбаев университетіне оқуға түстім. Алланың қалауымен ол жерде ағылшын тілім прям қатты буст алды. Өйткені ол жерде бүкіл сабақтар, профессорлар, мұғалімдер барлығы ағылшындар, олармен ағылшын тілін сөйлесу барысында біздің ағылшын тіл деңгейіміз көтерілді. Сосын жаймен өзім қосымша сабақ беріп жүрдім ағылшын тілінен. Сосын сабақ беріп жүрген кезде енді блогты алып жүру ол міндетті түрде болады. Енді өзімізге реклама жасау үшін сол кезде блогты алып жүрген кезде
бізде дайындалған PDF материалдар бар болатын. Сол PDF материалдар бір күні солай мен сторисіме саламын. Сол кезде адамдардан өте қатты спрос байқаймын, типа қалай алуға болады, қайдан алуға болады деген сияқты. Сол кезде байқадым, оказывается, халық осы бағыттағы продукты қатты шөлдеп жүр екен, оларға осы нәрсе жетіспейді екен деген сияқты. Сол үшін отырып кәдімгідей бір жаз бойы, 3 ай бойы, енді ол кезде мен қанша бірінші курстың студентімін ғой, жазғы каникулға шыққан. Бір енді кітап жазу бағытында қатты білімім жоқ, тек қана теоретический білім бар ағылшын тілінен. Сол білімдерімді қағаз бетіне түсірдім. Ең бірінші кітабымыз PPT форматында болды, PowerPoint. Потом ол енді қатты качественно болды деп айтпаймын, өйткені ол как-никак бірінші продуктымыз ғой, бірақ соның өзі халықтың арасында өте қатты сұранысқа ие болып, өте қатты сатылымдар болып жатты, халық прям таласып алып кететін. Бізде бірінші запуск болған кезде вообще адамдардың сообщениесіне жауап беріп үлгермей қалған кездеріміз болды менеджерлерімізбен. Сөйтіп, одан кейін мен өзім андай адам үшін бірдеңе жасаған кезде максимально качественно болғанын қалаймын. Өйткені сапа жоқ жерде ешқандай дальше өсу болмайды, даму болмайды деген сияқты, ол долгосрочный проект болмайтынына көзім жетті. Сосын мен кітапты максимально сапалы қылып жақсартуға тырыстым. Сөйтіп, мына қолыңызда көріп отырған кітаптар, бұл 4 рет жаңартудан өткен кітаптар. Осыған дейін біз осы кітаптар 4 рет жаңарттық. Максимально нарратив қостық, яғни сізде кітапта бір персонаж болады, сізбен кәдімгідей дос ретінде сөйлеседі, сізге осылай үйренесіз деп кәдімгі жол көрсетеді. Потом картинкалар, тесттер, жаттығулар барлығын қосып, максимально солай качественно қылып кітап шығаруға тырыстық. Барынша енді қызықты етіп жасауға тырыстыңыз ғой. Жалпы енді қазір қазақ тілінде жалпы материалдар өте аз, ағылшын тілінде де өте аз. Соны қолданып, сіз негізі енді сұранысқа ие болатыны мәлім ғой. Енді жалпы сіз блог жүргізесіз, қаншама оқырманыңыз бар, қаншама жобалармен айналысасыз. Өзіңіздің пікіріңізше қазақ тілінде, қазақ қоғамында ағылшын тілін үйренуге деген қызығушылық қандай деңгейде деп ойлайсыз? Өте қатты жоғары деңгейде, өйткені қазір 2-ның 1 баласын ағылшын тілін қосымша курстарға апарады. Өйткені ол болашақтың тілі ағылшын тілінде екенін біледі. бір жағынан өзім ойлаймын, ағылшындар сондай бір халықтарда бүкіл информациясы ашық, және де өте қатты дамыған, любой информация, бір өміріңіздегі бір проблема болса да, сол ағылшын тілінде соған байланысты информация іздесеңіз, всегда решениесін табасыз да. Тем более қазір искусственный интеллекттің заманы болып жатыр, чат GPT, ол қазір өміріміздің жан-жақ саласына еніп жатыр. Ал сіз ағылшын тілін жақсырақ білсеңіз, онымен жақсырақ контакты орнай аласыз да. И қазір көп кісілер қорқып жатыр, мысалы, искусственный интеллектті болашақта біздің жұмысымызды алып қоя ма деген сияқты. Менің ойымша, искусственный интеллект ол адамның жұмыс орындарын баспайды. Наоборот, искусственный интеллектмен жақсырақ жұмыс жасай білген адам ол болашақта көбірек сұранысқа ие болады, и қалған кісілермен салыстырғанда ол более конкурентоспособный болады да. Бұны не үшін айтып жатырмын? Жалпы айтқым келетіні, енді искусственный интеллектмен жақсырақ жұмыс жасау үшін ағылшын тілін жақсырақ білсеңіз, сіз бірінші қолды информацияға ие боласыз да. Сол үшін айтқым келеді, қазақ қоғамында қазір ағылшын тіліне сұраныс өте қатты жоғары деңгейде. Барлық кісі оны үйренгісі келеді, болашақтың тілі екенін біледі. Сол үшін енді бізде барынша адамдардың жұмысын жеңілдетуге, адамдардың осы тіл үйренудегі жолын жеңілдетуге тырысып осындай продукттар жасап шығарып жатырмыз. Сіздің білуімізше, сіз қаншама блогерлармен жұмыс істедіңіз, жобаларды жақсарту үшін таргет жасадыңыз, және осы жобаларды іске асыру үшін тағы қандай қолдау мен серіктестіктер сізге қажет болды? Біріншіден, жұмыс жасап жатқанымыз енді айналамыздағы кісілердің барлығы максимально поддержкасын беріп жатыр. Ата-анамыздың тарапынан болсын, достарымыздың тарапынан болсын, және де қазақ қоғамдағы тұлғалар, блогерлер деп айтсақ та болады, ол кісілер максимально поддержкасын беріп жатыр. Осы жерде Олжасхан деген досыма өте қатты рахмет айтқым келеді. Сол кісі прям біздің личностьті раскручивать етіп, бүкіл халыққа танып жатыр. Оған өте алғысымды білдірем. Жалпы поддержка жан-жақтан беріліп жатыр. Өте қатты алғысын білдірем барлықтарыңызға. И соның арқасында осы проект осындай деңгейге келіп жатыр деп ойлаймын. Енді сіз бір әдістерді қолданасыз ғой, платформа жасағанда, кітап шығарғанда, жаңағы приложение жасап жатқан кезде, басқалардан айырмашылығы неде? Мүмкін өзіңіздің жеке әдісіңіз бар шығар? Осы ағылшын тілінің басында өзім жеке сабақ беріп жүрмін ғой оқушыларға. Сол кезде адамның нақты қандай больдар бар екенін білемін да. Мысалы, көп кісілер сөздік қоры аз болады, грамматикалық ережелерді күрделі түсіндіреді, бір кісілер оны сондай өздерінің сұрақтарына жауап таппай жүреді, шатастыра береді, шақтары шатастырады, ережелер шатастырады. Ең үлкен мәселе ғой грамматика.
сол сияқты бойлардың барлығын білеміз. Енді соған сәйкестендіріп өзіміздің личный методикамызды шығардық. Енді сөздерді біз максимально мысалдармен бірге береміз. Жаттаған кезде адамның есінде оңайырақ қалады. Және де келесі қолданған кезде сол мысалмен бірге өзінің памятынан бірге алып шығады да. Грамматикалық ережелерге келетін болсақ, енді ең біріншіден ол біздің ерекшелігіміз ол қазақ тілінде түсіндіреді барлық ережелерді. Және де қазақ тіліне жалпақ тілмен деді ғой, андай оңай тілмен түсіндіруге тырыстық. Максимально андай қатты күрделендіріп, формулаға салып жіберіп, бүйтіп адам миын ашытып емес, научный бағыттағы нәрселер адамдарға жалпы халыққа онша жақын болмайды ғой. Біз енді сол жалпы халыққа жетімді болсын, тиімді болсын, түсінікті болсын деген мақсатта сондай жеңіл методика қолданамыз. Жалпы одан кейін жаттығу материалдары, практикалар ол өте маңызды. Енді ол көп кісілер осыны бұрыннан қолданады, басқа курстар болсын. Сол өзіміздің оқулығымыздағы контентке сәйкестендіріп, сол жаттығу материалдарын бірге береміз. Потом платформаға келетін болсақ, платформада бізде геймификация болады, ол жерде ойындар болады, тесттер болады, және де одан бөлек озвучкасын прям native speaker дейді ғой, яғни таза ағылшынның озвучкасын қосамыз, және де кинодағы фрагменттер алып қосамыз. Яғни сіз бір сөз үйренесіз, потом сразу фильмдегі қолданысын қарайсыз да, и сразу білесіз да, өмірде нақты қандай жерде қолдану керек. Және де ол жерде кинода персонаждардың эмоциясы болады, соған байланысты сіз уже нақты қалай дұрыс қолдану керектігін бірден есіңізге қалдыра аласыз. Сіз енді ағылшын тілін үйренудегі және үйретудегі қаншама жылғы тәжірибеңіз бар. Енді адамдарға ағылшын тілін үйренуді жылдамдататын ең тиімді тәсілдерді айта аласыз ба? Біріншіден, тіл үйренуде көп кісілер жасайтын ең үлкен қателік практика жасамау. Яғни бүкіл ережені біліп тұрады, сөздерді біліп тұрады, вроде есінде бар, бірақ нақты сөйлеуге келген кезде ол кісі сол бәрін каша қылып жібереді. И дальше уже несі сенімділігі қайтып кетеді да. На самом деле тіл үйренгенде ең маңызды нәрсе ол практика. Андай термин бар, muscle memory деген сияқты. Даже если сіз тренировкаға барсаңыз да, бір движение қайталап жасай берсеңіз, сіздің бұлшетіңіз определенный память пайда болады сол движение жасауға, и оны жасаған сайын сізге оңайласа береді. То же самое адамның тілі, ол тоже бұлшеттен тұрады ғой. Яғни сіз бір әрекетті қайталап көбірек жасасаңыз, тіліңіз де соған жаттығады. То же самое сіз бір тілде көбірек сөйлеген сайын, сіздің сол тілде сөйлеу қабілетіңіз арта береді деген сияқты. Сол үшін көбірек сөйлеп практика жасау керек. Практика жасаудың әдістемелер өте көп қой. Ең бірінші, ең оңай жол спикинг клубтарға баруға болады. Яғни сол жерде сіздің өзіңізбен деңгейлес адамдар болады, определенный тақырыпта сөйлесіп, практика жасайсыздар. Енді сол бағытта біз өзіміздің Telegram каналда спикинг чаттарымыз бар. Ол жерде, по-моему, қазір уже 3 спикинг чатымыз бар. Әрқайсысында 700-800 адамдар. Енді барлығымыз тегін бердік адамдарға, кіріп практика жасасын, өз-өзін дамытсын деген бағытта. И сол жерде адамдар бір-бірімен осылай аудио сообщениемен болсын, жазып болсын, видео звонокпен болсын, короче, бір-бірімен практика жасап сөйлеседі. Осылай жасасаңыздар болады спикинг чатқа. Болмаса shadowing деген техника бар. Яғни сіз өзіңізге ұнайтын бір подкаст или шоу болады ағылшын тілінде, соларды аласыз да, сөйлейді. Определенный бір сөйлем айтқан соң паузаға қоясыз, тура сол интонациямен, тура сол тонмен қайталап, қатты дауыстап айтасыз. Келесі сөйлем тоже самое, солай қайталайсыз. Солай сіз күніге көп емес, бір 10 минуттан, 20 минуттан практика жасап отырсаңыз, ол сіздің сөйлеуге деген спикинг қабілетіңізді өте қатты арттырады. Жалпы тіл үйренгенде, мен өзім ойлаймын, бір 40% ереже десек, 40% теория дейік та, мысалы теорияның ішіне жаңа сөздер, ережелер кіреді, ал қалған 60% негізі ол практикамен толықтыру керек. Сол кезде сізде 100% ағылшын тілін сөйлеуге мүмкіндік болады деп ойлаймын. Біз ағылшын тілін үйренудің маңызын барлығымыз білеміз, бірақ кейде бізге енді мотивация жетпей жатады, немесе грамматика, шақтар деген сияқты басқа да мәселелер үлкен қиындық туғызып жатады. Енді қазақ қоғамында ағылшын тілін үйренуді танымал ету үшін қандай қадамдар жасау керек деп ойлайсыз? Қазақ қоғамында ағылшын тілін үйрену танымал емес, жеңілдету да, может быть. Танымал и так-то танымал, көп кісілер тырысады, но енді определенный қиындықтар болады ғой. Соған сәйкес енді, мне кажется, қолжетімді материалдар, қолжетімді ресурстар, платный болсын, тегін болсын, максимально енді мен өзім еще тегін материалдар беруге тырысамын адамдарда. Бізде продукттардың ішінде бір тегін продукт бар, өмірге ең қажет 7 сөз деген ше. Оны біз TikTok желісінде уже салған видеоларымыз 400 мыңдап, 500 мыңдап, миллиондап атып жатыр. Сол жерге определенный шарттар орындаған кісілерге біз оларды тегін беріп жатырмыз. Сол сияқты бонусный материалдар болсын, болмаса үйренуді жеңілдететін бір әдемі методикалар болады ғой. Мысалы андай TikTok қарап отырсаңыз бір видеолар шығып қалады, андай мен қызыл айтамын, сіз жасыл айтасыз деген сияқты. Солай практика жасайтын материалдарды көбірек түсіруге, көбірек таратуға деген сияқты
сол сияқты определенный шагтар жасаса, мне кажется, адамдардың жұмысы жеңілдеген сайын ол тіл үйренуге деген желаниясы ашыла береді деп ойлаймын. Аудиториямен жұмыс жасаған соң я чувствую, что олар прям білімге желаниясы бешеный, үйренгісі келеді, адам қатты желаниялар бар. Только вот бастау керек, және де дисциплина қойып жұмыс жасаса, барлығы қиын тіл емес, негізі ағылшын тілі ше, сөйлеп кетуге болады. Иә, материал жеңіл болса, барлығы үйрену де жеңіл болады ғой. Енді осы өзіңіздің жобаларыңыз, жұмыстарыңыз арқылы қандай мақсаттарға жетуді көздейсіз? Мүмкін болашақта сізден бір жаңалықтар, жаңа жобалар күтуге болады ма? Біз енді қазір қолымызда болып жатқан ең үлкен жоба ол сол приложение болып тұр. Ағылшын тілін үйрететін қазақ тілді приложение. Сол жобаны іске асырсақ, халыққа таратсақ деген өзіміздің ойымыз бар. Және де ол жоба егер де жақсы алып жатса, ол жақсы оборот алып жатса, ол үлкен жоба болады бұйырса. Және де дальнейшем ол жобаны халықаралық рынокқа шығару дегенде енді өзіміздің кішігірім армандарымыз бар. Енді ол қалай болады, бәрібір Алланың қолында ғой. Бірақ сол бағытта тайынбай жұмыс жасаймыз. Және де енді, конечно, продуктыны жаңарта береміз, максимально тағы да қосылатын. Мысалы, қазір 4-ші нұсқа сіз идеальный деп тұрғанмен, может быть, алда тағы да бір жаңа идеялар шығады. Солай жаңарту керек, продукттарды всегда заманға сәйкестендіріп отыру керек деген сияқты. Сол жалпы қазіргі негізгі мақсатымыз сол, приложениемізді дамытсақ, халыққа танытсақ деген, потом продукттарымызбен жұмыс жасаймыз. Осы екі бағытта негізі өзімнің арманым бар. Және де енді ол проектті болашақта пайда әкеле ме, пайда әкелмей ме, ол мен үшін маңызды емес. Самое главное, что халыққа пайдасы тиіп жатса, ол мен үшін үлкен құрмет. Өйткені бір-екі адамға да пайдасы тисе үлкен жетістік қой. Иә, қазірдің өзінде енді андай кәдімгі жүрегің жылынып қалады, андай кісілердің, үлкен кісілердің жазған сообщениесін оқып, балам молодец, бірдеңе халыққа берілген бақ бірдеңе деген кезде андай кәдімгідей мә деп ішінен жылынып қалады. Осыған дейін жасаған еңбегің не зря екенін түсінесің. Вот, сол. Енді жастарға ағылшын тілін үйрену барысында берер кеңестеріңіз бар ма? Бағана айтылғандай, сол ағылшын тілін үйренсеңіздер, сіз әлемдегі бірінші қолды ақпарат көзіне қол жеткізе аласыз. Ол жерде өте көп қызықты темалар бар. Мысалы, сіз өзіңіз қызығушылығыңызға байланысты көп материалдар таба аласыз. Даже если ағылшын тілін білсеңіз, самый минимально YouTube'та сіз бүкіл бізде қазір қоғамда болып жатқан бүкіл курстар тегін үйрене аласыз. Мысалы, енді қандай, мысалы, испан тілі, француз тілі, басқа да тілдердің курстарын сіз просто YouTube'тан сол ағылшынша іздей алып, және сол видеоны түсіне алғандығыңыздан көптеген плейлисттер таба аласыз. Сол жерден қарасаңыз болады. Және де басқа да, мысалы, код жазу, мысалы, өзім ағылшын тілімен білгендіктен код жазып үйреніп бастадым. Сонда сол приложение негізі бағыты сол өзім код жазып бүйтіп шұқылап көргеннен басталды ғой. Сосын мен барып біз уже айтишник алып, дальше проекті болатын түсінгеннен кейін солай жұмыс жасадық. А так біріншіден өзім код жазып бастадым, өйткені мен тіл білген соң оны үйрене алдым деген сияқты. Жалпы ағылшын тілін білсеңіз, көптеген есіктер сіздерге ашыла береді. Сол үшін тіл үйреніңіздер. Жалпы жаңа дағдылар қалыптастыра бастадыңыз, әлемге көзқарас та өзгереді. Иә. Біздің білуімізше, сіз ағылшын тілін ғана емес, Қытай тілін де білесіз. Енді басқа тілдерді де үйренудің маңызын біз барлығымыз білеміз, бірақ көптеген қиындықтар туып жатады. Енді сіздің ойыңызша Қазақстанда, қазақ халқында тіл үйрену мәдениетін дамыту үшін не істеу керек деп ойлайсыз? Тіл үйрену мәдениет дегенде халық қазір тіл үйренуге желаниясы бешеный негізі ше. Бәрі қатты үйренгісі келеді. Любой тіл болсын, Қытай тілі болсын, ағылшын тілі болсын. Енді аз бөлім адам біледі, что мен Қытай тілінде native speaker, яғни еркін сөйлей алатынды. Даже кейбір кісілерге Қытай тілін үйрет деп сұрап жатады. Жалпы сол әркім өзінің қолындағы жұмысын жақсырақ атқарса, мысалы мен не істеймін, мысалы мен приложение разработать етемін, кітап жазамын, соны жақсырақ істесем, халыққа солай пайдам тигізсем, ол определенный адамдардың тіл үйренуіне триггер болады деген сияқты. И басқа курстар өздерінікінде жақсы істеп жатса, және де солай әркім өзінің жұмысын жақсырақ атқарса, бір-бірімізге пайдамыз тигізіп жүрсек, көмектесіп жүрсек, бәріміз бірге алға басамыз деген ойдамын. Енді сіздің осы үлкен жобаларыңыз, жаңағы сайт, платформа, приложение, кітаптарыңыз білім беру жүйесіне қандай да бір пайдасын тигізеді деп ойлайсыз ба? Мысалға, жалпы ортақ мектептерге кіргізем деген жоспарыңыз бар ма? Жалпы ортақ мектепке дегенде, жалпы мектепке кіргізу жоспар уақыт пока что жоқ. Өйткені ол мектептің программасы деген үлкен программа болады. Өйткені ол қаншама жылға бөліп, ол әртүрлі деңгейге арнап, 90-ға арнап деген сияқты істеу керек. Ал біздің қазіргі материалдарымыз ең
қолданыста бар. Мысалы New English File деген кітаптың структурасы бойынша дайындалған, ол структура мектеп программасына арналмаған. Сол үшін пока что мектеп программасына арнап кіргізу деген жоспарымыз жоқ, но мен былайша айта аламын, типа бізде басқа региондарда болады ғой, региондарда мысалы кейбір кісілер курсқа барғысы келеді, ол жерде курс жоқ мүмкін, мысалы ауылды аймақтарда, сол жерлерге біздің кітаптар не болмаса біздің приложениелер болса, просто бір интернет болса жеткілікті да, не болмаса кітап өзінің қолына барады адамның. Солдай бағытта әлі толық курстар қамтылмаған жерлерде біздің продуктлар өте қатты халыққа көмектесе алады деген ойдамын. Білімге құмар, өзі үйренемін деген адам болса, осы кітаптар алса немесе приложениесін қолданса, ағылшын тілінде сөйлеуіне азды болсын өзіміздің пайдамызды тигізе аламыз деген ойдамын. Біздің Қазақстандағы бір мәселе, 11 жыл біз тегін оқимыз да ағылшын тілін, бірақ өте қызықсыз, және 11 жылда белгілі бір жоғары деңгейге жететін немесе жетістікке жететін адамдар, оқушылар өте аз. Сондықтан менің ойымша сіздің кітаптарыңыз, платформаңыз өте қызықты ғой, жаңағы геймификация жеп жатсыз, ойындармен, неше түрлі өзіңіздің жеке әдістеріңіз бар, соларды қосып, менің ойымша мектепке кіргізген дұрыс сияқты деп ойлаймын. Сіздің платформаңызбен, кітаптарыңызбен қанша жастан бастап қолдануға болады? Бір жас шектеуі бар ма, немесе кішкентай бала шақтан қарттарға дейін қолдана беруге болады ма? Негізі былай в целом айтқан кезде кішкентай бала мен үлкен кісілердің барлығына қолдануға болады. Но енді бала дегенде сәл бала шамалы, мысалы бір 5-6 сыныпқа барған кезде самостоятельно үйренетін қабілет қалыптасады ғой. Сондай жастан бастап үйренсе болады. Ал енді 1-2 сынып баласы өз телефон алып былай ағылшын тілін үйрету деген негізі сәл қиындау ғой, ол бар шығар енді шынара балалар, бірақ мына кітаптар ше то же самое, барлығы самостоятельно үйренетін өзінің қабілеті қалыптасқаннан кейін барып осы оқулықтармен или приложениелермен жұмыс жасап тіл үйреніп кетуге болады. Вот. Енді қазіргі таңда приложенияны ұйымдастырып жатсыз, құрып жатырсыз. Қандай ерекшеліктері бар? Приложение ба? Вот жаңа айтып өткендей, біріншіден native speakerдің озвучкасы болады бізде. Таза ағылшынның қойған озвучкасы, бүкіл сөздегі жаңа, бүкіл кітаптағы или осы программадағы жаңа сөздер, сөйлемдер, солардың ережелері барлығы native speakerдің озвучкасы болады. Екіншіден фильмдегі фрагменттер болады. Потом геймификация. Потом ол жерде бір нарратив болады. Тоже осы кітапта, мысалы, бірінші бетін ашып қарасаңыз, осындай бір персонаж болады. Тура осы персонажды сол приложениеге апарамыз. Сол приложениенің бірінші бетінде сәлем досым деп бастап сізбен сөйлеседі, кәдімгі дос ретінде сізге жол көрсетеді. Осылай үйренесіз деп ше. Мына сөз жазып алыңыз, мына сөз жаттап алыңыз, мына сөз дәптерге жазыңыз. Мына ережені қазір түсінбесеңіз ештеңе етпейді. Алдағы тақырыпты үйренеміз деген сияқты ше. Сізбен дос ретінде сөйлеседі да. Енді алдағы уақытта бұйырса, енді мынау қазір просто барлық кодтармен жазылған да. Біз жоспарлап отырмыз искусственный интеллект қылып, прям андай искусственный интеллекттен өзі ойлау қабілеті бар деген сияқты айтады ғой. Солай адаммен сіз оған тоже фидбэк бере алатын, информация алмаса алатын деңгейге жеткізгім келеді. Но пока что MVP структурасына осындай нарратив болады ол жерде. Мынау бізде beginner деңгейі, яғни әліппеден бастап отырып үйретеді. Қарап отырсаңыздар. 69-шы бетінен бастап уже грамматикалық ережелер кетеді. Оған дейін сізге керекті сөздер, фразалар, яғни мысалы біз сөздерді кирпич деп айтсақ, грамматиканы лай деп ойлауымызға болады. Сіз кирпич пен лайды біріктіру арқылы сөйлем құрайсыз. Оған дейін сізге определенный кирпичтер береді, сосын кейін барып сізге уже мына жерде уже лайды қалай дұрыс жағу керектігін үйретіп жатады ғой. Мынау ең бірінші біздің грамматикалық тақырып мына жерде ағылшын тіліндегі to be етістігі. Бірінші есімдіктер үйретеді, есімдіктерге сәйкес to be етістіктер болады. Мына жерде тұр am, I am, you are, we are, they are деген сияқты. Потом одан кейін мына жерде айтып отыр, типа қандай жағдайда to be етістігін қолданамыз. Потом уже мына жерде кетеді сізге уже сөйлемді жалпақ тілде түсіндіріп бастайды. Ағылшын тілінде to be етістік арқылы адамның атын айтқанда алдымен есімдікті дейді. Есімдік. Сосын сәйкес to be етістігін айтамыз, сосын адамның атын айтамыз. Яғни сізге уже форманы бер жеріне жерде жалпақ тілде. Енді определенный ережелер көп, мына жерде айта берсек осы сұхбатқа сыймайды. Но потом мысалы ережелердің барлығын үйреніп болған соң осындай жаттығу материалдары беріледі. Төмендегі сөздердің ағылшыншасын жаз деген сияқты ше. Потом осы жаттығуларды орындаған соң сізге үй тапсырмалары беріледі. Сол үй тапсырмасының жауаптары беріледі. Жауаптары. Потом осылай бір тақырып балансымен аяқталады. Яғни бір тақырыпта бізде жаңа сөз болады, грамматикалық ережелер болады, және жаттығу материалдары болады. Жаңа одан кейін мына жерде барлық сөздердің біз осындай қазақша озвучкасын қосып қойдық. Мысалы who деген, who деп ше. Но енді бұл кітапта бұйырса бізде приложениеде полный осы кітаптың контенті болады. Ол жерде уже кәдімгідей
аудио емес сізде озвучка болады. Жалпы барлығы өте жеңіл түрде жазылған екен. Иә, енді басында студентпін ғой, өзім жазып бастаған кезде қатты сенімді болмаған проектіға, кітапқа. Потом андай ұзын мынандай қылып отзыв жазып жібереді ғой ше, типа менің соседім біреу жазып жіберген, типа менің бірге жазатын сосед қызым бар, ол 200 мыңға біреуден курс алып сонша нәтиже шығармады, мен ол кезде арзан сататынмын, бағасын айтпай ақ қояйын деп. Сол, короче, осындай сіз арзанға берген кітаппен мен уже нормально сөйлеп кеттім, мен таңғалып жатырмын, я в шоке, қалай бұндай методика бұрын неге көрмегенмін деп ше. Сол кезде мен кәдімгідей ішім жылып қуанып қаласың ше. Сол үшін тынбай еңбектендік қой, әйтпесе кітап жазған қиын негізі деп. Бірақ ерінбей 4 рет жаңарттық қой. Көп кісілер сұрайды, болды емес, 1 рет жазып болдың, сата берсейші деген сияқты. Бірақ ішіңнен тұрады андай. Сезіп тұрсың, что оны дальше дамытуға болады, одан да күшті шығаруға болады. И мен балам сияқты оған қарайсың да кәдімгідей. Вот. Күшті, рахмет. Сіздерге де рахмет шақырғандарыңызға. Елім деп езіліп, жұртым деп жұмылып, қазақ халқы үшін қызмет етіп жүрген Ақжол мырзаға алғысымыз шексіз. Бұдан да үлкен жетістіктерге жете беріңіз. Сұхбат беруге келіскеніңіз үшін көптен көп рахмет. Рахмет сіздерге мені шақырғандарыңызға. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Рахмет.